Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Барлығын ұнайтын, жұп-жұмсақ болып шығатын батоннаның рецептімен бөлісемін. Ең алдымен ыдысымызға жылы су дайындап аламыз. Жылы болуы міндетті. Оның үстіне құмшекер мен дрожжды араластырып, бетін жауып, бір жерге, жылы жерге бетін жауып қоямыз. 20 минут, 30 минут көлемінде тұру керек. Дрожжымыз ашуы керек. Одан соң басқа ыдысқа сүтті құйып, үстінен суын құйып, бір жұмыртқамызды саламыз. Тұз салып, татымына қарай жақсылап араластырамыз. Ашыған дрожжымызды құямыз. Оны саламыз. Барлығын араластырып, біркелкі жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Оның үстінен сұйық май құйып, барлығын жақсылап араластырып, бетін жауып қойып қоямыз. Ашығанша 1 сағат, 2 сағат көлемінде. Ашыған қамырымызды ыдысынан алып, 4 бөлікке бөліп аламыз. Мен жасаған рецепттен көп немесе аз қылып жасасаңыздар болады. Менің рецептінен 4 нан шығады. Видеодағыдай етіп орап батонның формасын жасаймыз. Оларды пісіретін ыдысымызға салып, бетінен батонның сызығын шығарамыз, пышақпен кесіп. Бетін жауып 20 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Барлығын формасын солай жасап шығамыз. Екі 200 градус пеште беті қызарғанша пісіреміз. Жұп-жұмсақ, өте дәмді, әдем болып шығады. Балалар сүйіп жейтін нандардың бірі. Барлығыңызға сәттілік. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.